таңда оңтүстік, батыс және шығыс өңірлер егін орағына кірісті. Солтүстік өңірлерде бірқатар жұмыстар басталып жатыр. Дегенмен де солтүстіктегі астықты өңірлерге жаңбыр кедергі келтіруі мүмкін. Оны жаңбырдың жауған деңгейін қазір әкімдер айтып отыр. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы дақылдарының ылғалдылығы да жоғары болады деп күтілуде. Біздегі ауа райының ерекшелігін ескеретін болсақ, онда егін жинау жұмыстарын аяқтауға уақыт аз қалды. Осыған байланысты облыс әкімдеріне егін ору жұмыстарын дер кезінде жүргізу үшін қажетті ұйымдастыру жұмыстарын қабылдауды тапсырамын. Энергетика министрлігіне егін ору науқаны барысында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мұнай өнімдерін өткізуде басымдық алатын тағы бір естеріне салып өтемін. Егін ору жұмыстарының аяғына дейін облыстардың мұнай өңдеу зауыттарына бекітілген кестесіне сәйкес дизель отынымен тұрақты түрде қамтамасыз етілуі бақылауға алу қажет. Инвестициялар және даму министрлігіне ауыл шаруашылық өнімдерінің экспортының географиясын кеңеюін ескере отырып, диқандарды жабық вагондарға деген сұраныстарын қанағаттандыру үшін іс-шараларды қабылдауды тапсырамын. Асқар Ұзақбайұлы, вагондар мәселесі бойынша сізді бақылауға алыңыз. Ауыл шаруашылығы министрлігіне егін орағының тәуліктік мониторингін ұйымдастыруды тапсырамын. Өмірзақ Естайұлы, сіздің бақылауыңызда.